орнын негізі белгілейді бұл жерде. Келесі қарасаңыздар, мен жалпы бұл кітаптағы ішіндегі идеясын Абай Құнанбаевтың мына бір сөзімен айтқым келеді. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін таптап арқала. Неге? Себебі адамдар мысалға әрқайсысы өзінің жаңағы бір кепіш болып қалану үшін, осы кітаптың үшін аудиторияға кірген кезден бастап алдыңғы қатарда отырған Меңтайға өзім сөйледім. Меңтайдың өзінің бетінде қалы бар әдемі, сол кездегі қыздардың бір әдемілігін, балғындығын, пәктігін жаңағы Әзілханның шайқынан әдемілеп суреттеп кетеді деді. Қайда бара жатырсың деп жаңағы бұлттармен әңгімелесіп, шөптерге ат қойып, шөптермен сөйлесіп, осылай жеткен болған жаңағы. Содан кейін Нұрғали осылай ойнап жүрген күні бір күні өзінің ауылына қарай баяғы кезде автомагазин болған ғой, сондай бір машина келеді. Қытайға көшіп кетеді. Және де сол көшіп бара жатқан кезде Балзия өзінің Атымтайдан аяғы ауыр екенін біледі. Аяғы ауыр екеніне қарамастан ол өзінің Атымтайға деген сезімнің барлығын өшкенін айқындалғаннан кейін Қытай жеріне көшіп кеткеннен кейін сол жақта Заманайды өмірге келеді. Сақ патшаның есімі тексеріп көрейік. әрине дұрыс, томирис, иә? Сізге Сый-сияпат, иә, бұл бізде кітаптың арасына ұлттық нақышта жасалған заттар. Алфавит атындағы мектеп гимназиясы Икенова Шакизат Темірханова. 59-шы мектеп Қабдрашева Айнұр халық тілеуқызы. Мектепте менің жеке кітапханам бір сынып бір оқулық деген бір кітап деген жоба жүріп жатыр. Мысалы жоғары сыныпта ұшқан ұялын алды. Сіздердің басшыларыңызға жалпы Қарағанды білім бөлімінде алғысымызды білдіремін.